Саламатсыңдар ма, балалар? Саламатсыз ба? Мен сендерді көргеніме өте қуаныштымын, я? Көңіл күйлерің жақсы ма? Я. Кәне бәріміз орнымыздан тұрып, шаттық шеңбер жасап алайық, кәне. Армысың шапағатты күніміз, армысың мейірімді жеріміз, армысың табиға анамыз, келді сізге өзіңіздің балаңыз. Здравствуй, небо голубое, здравствуй, солнце золотое, здравствуй, воздух и вода, здравствуй, матушка земля. Good morning, sky. Good morning, golden sky. Good morning, blue earth. Good morning, mother earth. Алла қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде неше ай бар балалар? 3 ай бар, я? Қане аташ, қандай-қандайлары көрді? Желтоқсан, қаңтар, ақпан екен. Кәне, қуаныш айта қойшы кәне. Қыс мезгілінде неше ай бар? Қыс мезгілінде? Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Міне 3 ай бар екен, я, азамат. Ал қыс мезгілінде балалар не жауады? Қар жауады, я? Ал қыс мезгілінде ауа райы қандай болады? Суық болады, я? Қар жауады, аяз болады, я? Қыс мезгілінде біз балалар үстімізге не киеміз? Жылы киімдер киеміз, я? Жылы киімдер киеміз. Қыс мезгілінің бізге балалар пайдасы да бар екен, зияны да бар екен балалар, я? Қыс мезгілінің пайдасы бізде ауа таза болады екен. Ауада зиянды микробтар болмайды екен, я? Ал оның қауіпті жағы бізде үсіп қалу, жаурау қаупі бар екен, я? Міне, балалар біз қыстың күні үстімізге қалың киімдер киеді екенбіз, я? Ал енді маған келіп, Нұрислам келіп атап-атап айтып берші киімдерді. Кел ғой, Нұрислам. Үстімізге біз қандай-қандай киімдер киеміз? Ол не? Төкебай. Төкебай. Тақия. Қалың жемпір киеді екенбіз, я, балалар? Ал енді балалар бізге қызық болғаны, біз тағы да қызықты ойындар ойнайды екенбіз, я, қыс мезгілінде. Кәне бізге қыс мезгілінде қараңыз, біз қандай ойындар ойнаймыз? Ерхан, келе қойшы, кәне, айтып берші, кәне. Біз қандай ойындар ойнаймыз? Қатты-қатты айтып берші, кәне. Шанамен ойнаймыз тағы да? Коньки тебеміз. Дұрыстап өтіп, коньки тебеміз. Тағы да? Аққала жасаймыз тағы да? Шаңғымен сырғанайды екенбіз, я? Азамат отыра ғой, я? Ал енді біз тағы да? Қараңдаршы балалар, қыс мезгілі бізге сондай қызық екені? Асылзат келе қойшы кәне, асылзат келеді кәне. Асылзат айта қойшы кәне, беріп тұра ғой. Мына жерде балалар не істеп жүрген? Балаларға ат қойшы кәне. Кім екен бұл баланың аты? Достарың бар ма? Кәне, достарың атын қойшы кәне. Бақсан. Шанамен ойнап жүр. Ана, Бағжан шанамен ойнап жүрген. Тағы да? Тағы да. Шанамен ойнап жүр. Шанамен ойнап жүр Ерхан. Тағы да. Мынау кім екен, кәне? Асылзат па? Асат шананы сырғанаусын алып бара жатыр. Азамат екен, я? Асылзат шананы сырғанау үшін сурет бара жатыр екен, я? Алып бара жатыр екен, я? Қане балалар, біз тағы да қыс мезгілінде нелер жасаймыз? Аққала. Қане Бақдәулет келе қойшы, кәне. Біз қыс мезгілінде тағы да нелер жасап ойнаймыз, кәне? Аққала жасайды. Кімдер екен? Балалар не істеп жатыр екен? Аққала соғып. Кіммен кім аққала жасайды? Ат қойшы достарына. Бағжан. Бағжан мен Ерхан не істеп жатыр екен? Аққала соғып. Аққала соғып жатыр екен, я? Аққала неше пішіннен? Пішіні қандай екен аққаланың? Домалақ. Домалақ. Аққала неше пішіннен құралады екен?
3 домалақтан құралады екен, я? Азамат екен, я? Отыра ғой. Отыра ғой. Қардың жауғаны ол балалар неге жатады? Табиғат құбылысы. Табиғат құбылысына жатады. Ал енді біз қазір ойын ойнайық балалар, я? Даусына қарай ажырат деген ойын ойнаймыз. Біз ненің дыбысы екенін іс-қимылмен көрсетейік, я балалар? Қане қараңдаршы балалар, ненің дыбысы екенін ажыратайық, я? Тыңдап отырамыз. Жаңа қалай жауады? Кәне көрсетейікші. Жауады, я? Жел. Жел қалай тұрады? Қатты боран соғып жатыр, жел тұрып жатыр. Ненің дауысы екен? Найзағай қалай соғады балалар? Бұлытқа соғысып, кәне қолымызбен аяғымызбен найзағай соғып жатыр, найзағай соғып жатыр, кәне, найзағай соғып жатыр. Енді тыныштамыз, тағы да тыңдаймыз. Енді дауысы. Бұлттар соғысып жатыр, я? Енді Meni tanıdыңдар ма? Мен кіммін? Мен Аққаламын. Мен сендерге баға не алып келдім көресіңдер ма? Қар алып келдім. Далада қар жауып тұр екен. балалар, біз Аққаланы қай мезгілде соғып ойнаймыз дедік? Қыс мезгілінде. Ал біз Аққалаға біз қыс туралы тақпақтар білеміз ба? Айтып берейікші, кәне, Кәусар айта қойшы, кәне, тақпағында. Азамат екен. Кәне, аяғым? Қыстың көңілді көп қызықты көреміз. Шығып алып далаға сырғанақты тебеміз. Қыз өте көңілді екен бізге. Ал енді Жансұлу айта қойшы, кәне. Тазартты бәркі жаннан қыз өнерін бастады. Терезеге қыраудан сурет салып тастады. Азамат екен, я? Залды міне қар ақтап, айналаның бәрі ақпақ. Засырып тұзудан текстеп болар. Азамат екен, я? Ал енді сендер сондай ақылды екесіңдер, тақпақ біледі екесіңдер құс туралы. Ал енді мен сендерге қазір жұмбақ жасынайын. Жұмбақ шешесіңдер ма? Ал олай болса тыңдаңдар. Суға батпайды, отқа жанбайды. Ой, тапқыр екесіңдер ғой, Азамат. Ал олай болса таусылмайтын ақмақта, қысы жазы тау жақта. О не? Қар екен. Я тау жақты көрдіңдер ме? Біздің тау қандай аппақ болып жатыр, я? Ал балалар қараңдаршы, Аққала бізге не әкепті? Қар әкепті. Ал енді балалар біз осы қарды зертханаға барып зерттеп көрейік. Қандай күйде болады, бұл қарда не жасауға болатынын. Ал ол жаққа бармас бұрын біз шаршап қалған шығармыз, я? Дем алып, сергіп алайық, я? Кәне, бәріміз шеңбер болып тұрайық. Sekırım,
балалар қараңдаршы, біз барлығымыздың алдымызда ыдыста мұз және аққала әкелген қар тұр екен, иә? Кәне, бәріміз қар мен мұзды иіскеп көрейікші, кәне, жақындап. Иісі бар ма екен, балалар? Иісі бар ма екен? Иісі жоқ екен. Ал қараңдаршы, ал мұз қандай екен? Мұзды ұстап көріңдерші. Тастай, түсі қандай екен? Түсі мөлдір екен, иә? Тап-таза екен, иә? Қараңдаршы, мөлдір екен. Өзі тас қатты екен, иә? Қатты екен. Ал енді қарды ұстап көріңдер. Қар қандай екен, балалар? Қар да мұздай екен, иә? Қар қандай? Жұмсақ па, қатты ма? Жұмсақ, иә? Қолымызға ұстасақ, ол жұмсақ қой, иә? Мұз сияқты емес, иә? Ал енді қолдарына ақырын ұстап көріңдерші. Кішкентай ал. Қар қолымызда не істейді, балалар? Ериді, иә? Ериді екен. Ал балалар, қолымыз су болғанда, қолымызды орамалмен сүртіп отырамыз, иә? Ал енді қараңдар, балалар, біздің алдымызда, бәріміздің алдымызда мынандай зат бар. Бұл деген балалар лупа деп аталады, иә? Бұл кішкентай түйіршіктерді дәу үлкен қылып көрсетеді, иә? Ал енді біз осыменен қарды қарап көрейікші, кәне, бәріміз. Қарды қарап көрейікші, қар қалай? Қарды, кәне. Қарды байқап көріңдерші, балалар. Майда-майда түйіршіктерді көріп жатырсыңдар ма? Қараңдаршы, біздің қар майда-майда түйіршіктерден құралған екен, иә? Кішкентай, дәу, әртүрлі нелерден құралған екен, иә? Азамат, қолымызды қоямыз. Бәріміз зерттеп болдық па, балалар, көрдіңдер ма? Қар неден құралған екен? Майда-майда түйіршіктен құралған екен, иә? Ал енді бәріміз қолымызды қойып, көзімізге жаттығу жасаймыз. Кәне, бәріміз қолды тізеге қоямыз. Ерхан, қолымызды тізеге қоямыз. Көзімізбенен бірінші оңға, солға, жоғары, төмен. Және көзімізді айландырамыз, балалар. Көздерімді айландырыңдаршы, кәне, көздерімізді айландырамыз. Және көзімізді қатты жұмып ашыңдаршы. Азамат. Ал енді, балалар, тағы да қараңдар. Бізде алдымызда, қараңдар, міне, тұзбен, міне, қараңдар, тұзбен бос ыдыс бар, иә, біздің алдымызда. Біз жаңа айттық қой, жасадық қой, қол, қай жерде ериді екен, балалар? Жылы жерде ериді екен. Жылы жерде ериді, тұзда да ериді. Ал енді біз, балалар, иә, осы тұзда қалай еритінін байқап көрейік, иә? Міне біздің алдымызда екі түрлі ыдыс бар. Біреусі бос, екіншісінде тұз бар. Міне біз осыған алдымыздағы қардан салып, тұзбен араластырып, кәне, қарды саламыз. Тұзы барға қарды саламыз. Бос ыдысқа қарды саламыз. Бос ыдысқа қарды. Сөйтіп, оның үстіне тұзды саламыз, иә, балалар? Кәне, бірінші, мына қарды мынаған сала ғой, кәне? Қуаныш? Қарды сала ғой, Азамат. Енді осыған тұз самадың, кәне, тұз салдың ба, аяғын? Тұзымызды бәрін алып. Балалар, қараш, қардың үстіне тұзды бүйтіп аударып сала-саламыз, иә? Барлығын бүйтіп сала-саламыз. Кәне, салдыңдар ма қардың үстіне тұзды? Азамат. Ал енді араластырайықшы, балалар, кәне. Араластырамыз. Азамат. Кәне, қарымыз еріп жатыр ма, балалар? Азамат екен, иә? Қарымыз неге айналып жатыр, балалар? Тұзға айналып жатыр, иә? Кәне, мейірімнің. Міне, балалар, мейірімнің қары суға айналып кетті, иә? Ал, балалар, мейірім, айта қойшы, мынаның астында не қалды? Тұз астына тұнып қалып, бетіндегі қарымыз суға айналып кетті, иә, балалар? Кәне, еріді ма? Міне? Еріпті, иә?
Азамат. Астында тұз қайғында қалып қалды. Тұз астында қалып қалды, иә? Азамат. Бәріміздің қарымыз еріп ма балалар? Азамат екен. Міне, Азамат еріп, суға айналып кетті, иә? Қарашы міне, су болды ма? Суға айналып кетті, біздің қарымыз еріп кетті. Ал енді балалар бәріміз болды ма? Қоямыз Азамат, иә? Міне, қар балалар екі жағдайда ерітті, иә? Қар жылы жерде ериді екен, және тұзда ериді екен, иә? Және де балалар білесіздер ме, қыстың күні жол апаты болмас үшін жолға не себеміз? Тұз сеуіп қояды екен балалар, иә? Сонда жолдағы мұздардың барлығы еріп кетеді екен, иә? Жол апаты болмайды екен балалар, иә? Ал енді балалар біз осы қарда тағы да әртүрлі пішіндер жасауға болады екен, иә? Ал енді біз осы қардан қазір біз енді аққала жасап көрейік. Қолымыздағы қардан біз әдемелеп, бөліп алып, домалақтап аққала жасаймыз балалар. Жасай аламыз. Қараңдаршы міне, домалақ болды ма балалар? Иә. Міне осылай кәне бәріміз аққала жасаймыз. Домалақсыңдар, 3 домалақсыңдар ғой, үлкен, орташа, кішкентай. Кім алты? Өз алты. Алақанымызға салып домалатамыз, домалақ болып кәдімгі. Азаматтан ерқандықта әдемі шығып жатыр, е? Өзінің қолын суығына жабысып. Азамат, кәне аққала 3 бөліктен тұрады балалар. Кәне қыстай ғой, кеп қолына қыстай. Кеп домалақтаймыз, е? Мынаның үстіне. Азамат, жасыл Азамат, бақылы Азамат. Мұрнын. Әпке, міне. Балалар, алдыңызда тұр ғой, е? Алдына қоямыз. Міне, аққаланың несін жасаймыз тағы да? Мұрнын, көзін жасаймыз, е? Азамат. Басына қапақ кигіземіз. Мұрнын балалар. Балалар, міне, мұрнына біз шитығамыз, е? Көзіне бұрыштан жасаймыз. Басына қараңдар, қалпақ кигіземіз, балалар. Қалпақ кигіземіз. Şimdi қарап ұштарға көзін қоямыз, е? Мұрнның басына қалпақ кигіземіз, е? Азамат, е? Кәне болды ма? Аяғы сенің аққалаң кішкентай болып қапты ғой? Басын үлкен қылып салайық та басын. Кәне балалар жасап па бәріміз? Азамат, Нұрестің аққаласы жасалыпты. Балалар, сен жасап едің ғой, сен артырдың. Азамат, қараңдаршы, мейірімнің аққаласы қандай болды? Менікі не? Кәне көрсете қойшы, міне аққала, е? Азамат. Деменгі дайын болды. Сен, Амир, кімдікі де дайын болды, аңсартікі де. Кәусар, сенің аққалаңшы? Кәусар? Мен аққаламда. Мен қарымда. Үйде ете орындауға болмасын. Ете. Болмайды. Көрдім. Жасадық па балалар? Ja. Ал балалар, енді қараңдаршы, міне бізде мұз не істеп жатыр алдымыздағы мұз? Еріп, суға айналып жатыр балалар, я? Жылы жерде мұз еріп, жылы жерде неғып жатыр, я? Суға айналып жатыр. Қолымызды сүртеміз. Ал енді балалар қараңдар, аққалада жылы жерде тұра берсек, еріп кетемін дейді, еріп бара жатырмын дейді. Сондықтан ол
Ал балалар сендер не жасадыңдар? Аққала. Аққала, мен сияқты көп аққала жасадыңдар ма сендер? Иә. Ал енді мына сендердің балабақшаларың ыстық екен. Мен ыстықта тұрсам не істеймін? Еріп кетем. Олай болса мен қайтайын, иә? Ал, болатса, рахмет балалар сендерге. Сау болыңдар балалар. Сау болыңдар. Сау болыңыз Аққала және. Ал балалар, бүгін бізге қонаққа кім келді? Аққала. Аққала келді. Аққала бізге не әкелді? Қар әкелді. Қар қай мезгілде жауады екен? Қыс мезгілінде жауады екен, иә? Айта қойшы, біз қарды қалай еріттік? Қарды қалай еріттік? Тұз салып еріттік, иә? Және қар тағы да қай кезде ериді екен? Жылы жерде ериді екен, иә балалар? Біз оны тағы да не істедік? Тұз араластырып еріттік, иә? Қарды. Ал тұзды тағы да қай кезде себеді екен балалар? Жол апаттары болмас үшін қыстың күні жолға да себеді екен, иә? Сөйтіп жолдағы мұздарды ерітеді екен балалар, иә? Ал енді балалар, бүгінгі істеген ісіміз сендерге ұнады ма? Маған да сендердің оқу қызметіне қатысқандарың өте жақсы ұнады. Ал енді мен сендерге балалар көңілді смайликтер таратайын. Мен сендерге өте Қане балалар, барлықтарың смайликтеріне қараңызшы, қандай көңілді. Міне, сендер де осындай көңілді болып жүріңдер, иә, Ерхан? Ерханның Аққаласы да көңілді шықты. Қане балалар, көрдіңдер ме міне, мен қандай көңілді смайликтер беріп жатырмын, иә? Ал, қане балалар, сендер осындай көңілді болып жүріңдер, барлықтарың бірін-біріне көрсетіңдерші, кәне, қандай көңілдісіңдер, иә? Смайликтер ұқсап күліңдерші, кәне, барлықтарың. Күліңдер. Өте көңілді. Ал балалар, бүгін біз осындай көңіл күйменен бүгінгі оқу қызметімізді аяқтаймыз.